Бүгінгі таңда Ұлытау облысында медициналық мекемелерде тіркелген 220.674 тұрғын бар болса, оның 29.502-сі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылмаған. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ұлытау облысы бойынша филиалы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Ұлытау облысы бойынша өкілдігімен бірлесіп кәсіпкерлерге арналған конференция өткізді. Сақтандырылмағандардың 827-сі жеке кәсіпкер немесе жеке практикамен айналысатын азаматтар, 915-і азаматтық құқықтық сипаттағы келісімшарт бойынша табыс табатындар болса, тағы 7308 жұмыскер үшін жұмыс беруші ай сайынғы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымын уақытылы аудармаған. Егер жеке кәсіпкердің жалдамалы қызметкерлері болса, онда жеке кәсіп иегері жұмыс беруші ретінде төлемдердің уақытылы жүргізілуіне жауап береді. Жұмыс беруші қаражаты есебінен қорға қызметкерлердің жалақысының 3% мөлшерінде аударым мен қызметкердің жалақысынан 2% мөлшерінде жарна аударуы қажет. Жалпы біздің өңіріміздің кәсіпкерлерін штрафтық санкциялардан қорғау есебінде міндетті әлеуметтік сақтандыру төлемдерін уақытылы жүргізу және де биылғы 23 жылға қандай өзгерістер енгізілген, сол төңірегінде, сол заң аясында төңірегінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Егер жеке кәсіпкерлігі бар әйел декреттік демалысқа шықса, ол 4900 теңге көлеміндегі жарнаны төлеуден босатылмайды. Жеке кәсібі заң жүзінде уақытша тоқтатылғанда немесе жабылғанда ғана 3 жасқа дейінгі баласы бар әйелдер жеңілдік санатына қосылып жарна аудармайды. 2023 жылы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамның Ұлытау облысы бойынша филиалы 32 медициналық мекемемен 24,4 миллиард теңгеге келісімшарт жасады. Оның ішінде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне 17,1 миллиард теңге, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 7,3 миллиард теңге бөлген. Гүлім Маратқызы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.